Енді қыздар қараңыздар. Міне, серебряный директорда, бізде бір директор болады, бір директор, сол директордан біз астымыздан сразу бір директор шығарсақ 10% аламыз бірінші линиядан. Бір поколениядан алып тұр сонда, Золотой директорден бастап 3 поколениядан бонус түседі. Бонус поколение дейді. Уже золотодан бастап 3 поколениядан бонус түседі. Ол үшін золотой директор дегенімізде не, міне ГО 2000 балл, групповой товарооборот, ЛТО 70 балл, отрыв 500 балл, 2 директорский ветка, міне 2 линиядан директор шығып тұр, және де бонус поколений 3 неден бонус поколение алады. Мысалы, мынау золотодан бастап, мынау бірінші поколениядан 10% алады директордан, мынан астынан директор шығып кетті ғой, бұдан 8% алады. Бұл уже екінші поколениеға жатады. Оның астынан тағы бір директор шығып кетті, бұдан уже 5% алады. Бұл үшінші поколениеға жатады. Сонда золотой директор 3 поколениядан бонус алады. Қараңыздаршы, қандай күшті процент алады. Енді ары қарай изумрудный директор уже 4 поколениядан бонус алады. Бір визиткасы осылай ұзыннан өсіп кетсе, бірінші линияның директорынан 10%, екінші линиядан 8%, үшінші поколениядан 5%, төртінші поколениядан бонус алады. Изумрудный директор 4-ші поколениядан 5% бонус алады. Ары қарай мастер бірлер 5 поколениядан алады. Мына жақта 5% тоже. 5 поколениядан алады. Бұл директорский бонусты. Күшті ғой қыздар сонда. Глубинадан, основной доход глубинадан түседі сонда.